Қалай мен бір сделкадан $223 ақша жоғалттым. Қазір соны сіздерге түсіндіріп беремін. Бұл позицияны мен кеше ашқан едім. Золото бойынша лонгқа қарай кірген едім. Қандай себеппен аштым? Біріншіден бізде пандемик, Азия лонговый ашылды, жаңда геополитикалық жағдайлар, алтын өсіп жатты. И мен ойладым, уже бізде Нью-Йоркта Америка сессиясы ашылып, дальше лонгқа қарай кетеміз деп. Тем более бізде тұрды, ашылды, манипуляциялар әдемі орын алды, коррекция болды. Подтверждение осы моменттерден берген еді. И осы моменттерде мен лонгқа қарай кірген едім, өкінішке орай. Тейкім чуть-чуть мынаның жоғарысына қойған едім. Өкінішке орай жетпей кетті де мені уже стоппен осы жерден шығарып жіберді. Бұл сделкадан мен $223 ақша жоғалттым. Және де менімен бірге қаншама адам кірген еді. Мен көбісіне біздің командамен сигнал беріп кірдік. Бірақ біз уже бүгін ол $223-ды 2 есе ақтап алдық. Себебі дұрыс рискті қолдансаңыздар, бір сделкадан сіздер депозиттеріңізден айырылмайсыздар. Бір сделканың минусы жай сіздердің депозиттеріңіздің бір бөлігі болу керек. Достар, осыны қызықты ақпарат алу үшін каналыма тіркеліп, комментарийға сигнал сөзін жасаңыз, сіз де менің закрытый каналыма қоса аласыз.